Сәлем достар, бүгін мен сіздерге дүкеннен сатып алмай-ақ нағыз табиғи томат пастасын үй жағдайында жасауды үйретемін. Томат пастасын біз қыста неше түрлі тағамдарға қосуға қолданамыз, сондықтан рецепті сақтап алып жасап көріңіздер. Алдымен бізге осындай нағыз піскен қызанақтар қажет болады, іші етті болуы қажет. Піскен қызанақтарымызды бөліктерге бөліп, осылай қайнататын ыдысымызға салып аламыз. Қызанақтардың етті болғаны дұрыс, сонда біздің томат пастамыз қою, дәмді болып шығады. Достар, егер осы жерде менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз, және лайк басып комментария бөліміне қай қаладан қарап отырсыз, сол туралы да жаза кетіңіз. Бұл рецептпен томат пастасы өте сәтті шығады. Қақпағын жауып, қызанақтардың согы шыққанша отта қойып қоямыз. Міне осылай қызанақтың согы шыға бастайды. Сол кезде осылай согын бөлек алып тастаймыз. Бізге қажет болмайды согы. Бұл согынан қаласаңыздар томатный сок жасасаңыздар да болады. Осылай қызанақтар суынан тазартып алғаннан кейін бізге блендер қажет болады. Блендермен жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Блендермен міндетті түрде жасауымыз қажет, сонда бізде бір келкі қою томат пастасы шығады. Осылай жасап алғаннан кейін бөлек қайнататын ыдысымыз осылай ситаның көмегімен қабықтары мен дәндерінен алып тастау үшін тазалап аламыз. Видеода көріп отырсаңыздар, өте оңай жасалынады. Осылай жазып тазалап алғаннан кейін бізде осындай қою масса пайда болады. Оны отқа қоямыз, оттың астын баяу қойып қоямыз. 2 сағаттай қайнатамыз. Міне осылай банкілерді мен мантаваргіде стерильдеп аламын және суына қақпақтарын қайнатып аламын. Осылай 2 сағаттан аса қайнаған кезде біздің томат пастамыз қоюланады. Үстінен 1 ас қасық шекер, 1 ас қасық тұз саламыз. Сол бізде жеткілікті болады. Осымен томат пастамыз дайын, банкаларға құйып жауып аламыз. Бұны салқын жерде немесе холодильникте сақтауға болады. Және достар, қақпағын жаппас бұрын осылай 1 шай қасық алма уксусын қосамыз. Алма уксусы кез келген дүкендерде сатылады. Осылай мен бұрақшы бар қақпақтарға жауып шықтым. Достар, егер видео рецепт ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер, және де поделиться батырмасын басып WhatsApp, Instagram желісінде таныстарыңызға жіберіп қойыңыздар. Осымен банкамыз біздің дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және кез келген тағамға осы томаттан қосып жасасаңыздар, нағыз табиғи зиянсыз томат шығады. Ас болсын.